Ассалаумағалейкум, қазақ халқым. Сүйінші деймін ба, сұмдық деймін ба, соны өзім де білмей тұрмын. Бірақ хабарым Қайрат сатып алды. Каспий банктегі бүкіл долларларды тиеп алып, ұшақпен қашып бара жатырған жерінен Путиннің ФСБ-сінің арқасында ұсталды. Рахмет, әрине, бірақ бір түсінбей тұрған нәрсем, Путиннің қандай қатысы бар, ФСБ не істеп жүр ол жерде. Сонда Тоқаев бас үгейлі біздің елді, біздің мақұл бандиттерімізді де сол Путиннің қолына беріп қойғаны ма? Әлде тағы да Путинді шақырды ма? Путин келе қойшы, мыналарды маған ұстап бере қойшы деді ма? Біздің антикор қайда қарап отыр? Түсінбеймін. Сол ағайын, енді мүмкін кешегі Каспий банк ақша жоқ, доллар жоқ деп отырған Каспий банк Қайрат Сатыбалдыдан тартып алған долларларды сізгердерге үлестіретін шығар. Сондай ниеттемін енді. Барыңыздар, Каспий банктан талап етіңіздер. Сұраңыздар, қайда жіберіпті кешегі Қайрат Сатыбалдыдан тартып алған долларларды. Тарқатсын енді елге. Олар келеді екен, қашқын болып жүріп, бірақ банктерге күштері жетеді екен. Сол банктер неге береді оған? Қалай алады одан? Сонда олар әлі күнге дейін емес, өмір бойы солай, тек қана сол бандиттерге қызмет етіп келеді. Сол бандиттерден қалған, құтқан, олардан қалса халыққа өз ақшасын сол кезде мүмкін береді. Сол үшін де қазағым сақ бол. Ресей келіп іргеңнен азық түлігіңді камаз етіп тасып жатыр. Назарбаевтың ұрпақтары келіп самолетпен долларларды алып қашып жатыр. Етек жеңіңді жиып қазағым, бірігіп, қалғып мүлгімей, сақ бол қазағым, алға Қазақстан.